Бүгін қазақтың ұлттық тағамдарының бірі наурыз көже дайындаймыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды да ұмытпаңыздар. Наурыз көже дайындау үшін бізге ең алдымен қазы және ет қажет. Оны суға салып 2-2,5 сағат шамасында піскенше қайнатып аламыз. Одан кейін бізге керек заттар: бидай, арпа, ақ жүгері, сары жүгері, тары, құрт, қаттық немесе айран қажет болады. Еттің көбігін аламыз. Енді арпа, бидай, жүгеріге ыстық су құйып, бетін жауып 2 сағат шамасында бұқтырып қоямыз. Ал құртымызға қайнап тұрған ыстық сорпа құйып қоямыз. 2 сағат өткеннен кейін бидайды, арпаны, жүгеріні таза суға жуып алып, кезегімен сорпаға саламыз. Ет піскеннен кейін сорпаны тазалап сүзіп аламыз. Одан кейін кезегімен бидайды, сары жүгеріні, ақ жүгеріні салып 45 минут шамасында қайнатамыз. Одан кейін арпаны салып, тағы жарты сағат қайнатамыз. Етімізді ұсақтап турап аламыз. Ең соңында тазалап жуылған тарымызды салып 5-7 минут шамасында қайнатамыз. Туралған етімізді және дәміне қарай тұз саламыз. Дайын болған көженің біраз бөлігін басқа ыдысқа құйып алдым. Енді оған дәміне қарай айран және езілген құртымызды салып араластырамыз. Осымен наурыз көжеміз дайын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және сіздің өңірде наурыз көжені қалай дайындайды, төменге жазып кетсеңіздер болады.